Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгінгі тақырып адам эмбриологиясының дамуы. Ең бірінші біз онтогенез деген сөзбен таныс болуымыз қажет. Онтогенез дегеніміз бұл организмнің жеке дамуы. Онтогенез ұрық болып түзілуінен бастап тіршіліктің соңына дейінгі барлық өзгерістердің жиынтығы. Онтогенез кезеңі екі кезеңнен тұрады. Біріншісі бұл эмбриондық, яғни ұрықтанғаннан бастап нәрестенің дүниеге келгенге дейінгі кезеңі. Келесі бұл постэмбриондық, нәресте дүниеге келіп тіршілігін жойғанға дейінгі кезеңі. Келесі эмбриологияның ең бірінші кезеңі прогенез деп аталады. Бұл жыныс жасушаларының жыныс бездерінің даму процесі. Аталық жыныс жасушасының дамуы сперматогенез деп аталынады, ал аналық жыныс жасушасының дамуы овогенез деп аталынады. Сперматогенездің дамуы 4 кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңі көбею кезеңі. Бұл кезде аталық жыныс жасушасы митоздық жолмен үздіксіз бөлінуі нәтижесінде сперматоконияларда пайда болады. Екінші кезеңі өсу кезеңі. Жаңағы сперматокониялар бірінші реттік сперматоцитті қалыптастырады. Үшінші пісіп жетілу кезеңі. Бұл кезде жыныс жасушалары өседі де хромосомалар гаплоидты жиынтықты құрайтын сперматотидалар пайда болады. Төртінші қалыптасу кезеңі. Бұл кезде осы сперматотидалар сперматозоидқа айналатын болады. Овогенезде дәл солай, тек бұл жерде қалыптасу кезеңі болмайды, 3 кезеңнен тұрады, және де сперматогенезде көбею кезеңі қысқа уақытты құраса, овогенезде ұзақ уақытты алып жатады. Келесі аталық жыныс жасушасы сперматозоид деп атаймыз. Құрылысына келетін болсақ 4 бөлімнен тұрады: басы, мойны, денесі, құйрығы. Басында акросома мен ядросы орналасқан. Акросомада жұмыртқа жасушасының қабықшаларын ерітетін пенетраза, акрозин сияқты ферменттер болады. Ал ядросында гаплоидты хромосомалары болады. Жалпы 23 хромосома, олардың біреуі жыныс хромосомасы X я болмаса Y, қалғандары аутосомалар. 50% сперматозоидта X хромосома болса, 50%-да Y хромосомасы болады. Келесі сперматозоидтың құйрық бөлімі байланыстырушы, аралық, негізгі және терминалды бөлімдерден тұрады. Байланыстырушы бөлімі я болмаса мойны. Бұл жерде центроуль орналасқан. Центроульдан осьтік жіпше басталып, аралық, негізгі және терминалдық бөлімдерге жалғасып жатады. Аралық бөлімінде спираль тәрізді орналасқан митохондриялар орналасқан, және де оларды екі орталық 9 жұп шеткі микротүтікшелер қоршап тұрады. Микротүтікшелерде жұп өсінділер шығады, және де олар деней нәруызынан тұрады. Бұл деней нәруызы сперматозоидтың қозғалуына көмектеседі. Денен генетикалық деңгейде болмаса, онда сперматозоидтар қозғалмайды, яғни безеуліктің бір түріне алып келеді. Сперматозоидтың терминалды я болмаса соңғы бөлімі. Бұл жерде саны біртіндеп азаятын жеке-жеке орналасқан микротүтікшелермен аяқталады. Келесі аналық жыныс жасушасы дөңгелек, шар тәрізді, сперматозоидқа қарағанда 300 есе үлкен болады. Сыртын плазмалема қоршаса, ішінде ядросы мен цитоплазмасы болады. Цитоплазмасында Гольджи кешені мен ЭПТ рибосома орналасқан, ал ядросында гаплоидты хромосомалар орналасқан. Ерекшелігі 3 қабаттан тұрады. Бірінші қабаты плазмалема, одан кейінгі жылтыр я болмаса мөлдір қабат. Бұл мөлдір қабатта сперматозоидты тартып тұратын рецепторлар орналасады. Және де үшінші қабаты сәулелі тәж қабаты. Қоректі қызмет және де қорғаныс қызметін атқарып отырады. Келесі кезең бұл ұрықтану және де зиготаның пайда болуы. Ұрықтану дегеніміз аталық және де аналық жыныс жасушаларының қосылып, нәтижесінде зиготаның пайда болуы. Ұрықтану үрдісінде 3 фаза ажыратылады. Біріншісі гаметалардың алыстан әрекеттесуі, екінші жақыннан әрекеттесу және де аналық жыныс жасушасының белсенділігі. Үшінші сперматозоидтың аналық жыныс жасушасына кіруі және де олардың бірігуі, сингамия. Келесі кезеңі бөлшектену, пластуланың пайда болуы. Бөлшектену жаңадан пайда болған жасушалардың аналық жасушаның көлеміне дейінгі өсуінсіз өтетін зиготаның жасушаларға митоздық түрде бөлінуі. Митоздық бөлінуден қалған барлық сатыларын өтіп, зигота 2 жаңа жасушаларға, бластомерлерге бөлінеді. Осы бластомерлер ары қаратай бір қабатты ұрық жасушасы бластулаға бөлінеді. Осымен бізде бөлшектену процесі аяқталады. Келесіде біз гаструляция процесімен ұрықтан тыс мүшелерді қамтитын боламыз.